Alamanның аттары жарыс жолына шығады. Аламан бәйгесі 21 шақырымнан тұрады. Ендеше Индер ауданы Көктоғай ауылынан келген Камашев Дастанның иелігіндегі Байторы қолдап жіберейік. Исатай ауданынан қатынасып отырған Нәбидуллаев Елжастың иелігіндегі 69 нөмірдегі Адал атты тұлпар қолдау көрсетіп жіберейік. Нұрали шабандозы бапкері Нәбидуллаев Елжас қолдау көрсетіп шапалақ ұрып қиқулап отырамыз. Жеңістің иелігіндегі Атырау қаласынан келген 78 нөмірдегі Қасқасудың негізгі иесі менің досым атбегі және комментатор Мирман Құрманалиевтің тұлпары. Төлеубай Ерланның иелігіндегі Махамбет ауданы Бейбарыс ауылынан келіп тұрған 60 нөмірдегі Көкат Көкше қолдау көрсетіп отырайық. Исатай ауданы Тұщықұдық ауылынан келген бәйгінің алып болып жүрген алды болып бәйгі түнінің бәйгісін қыздырып жүрген жерлесіміз Тұрлан Әдейдің иелігіндегі 59 нөмірдегі Жүйрек Хамитер Ғалиев ауылының тұлпары Бекбол Өтеніп құрдасымның тұлпары 64 нөмірдегі кеше ғана әдемі бәйгі көрсеткен Көкбөрі Жұмағалиев бапкері Альберт те аттап-тапты, ай Алла. Және Атырау қаласынан Қаниев Аянның иелігіндегі 68 нөмірдегі 68 нөмірдегі Айша қайсы? Айшаны тірлей көрейін өл. Атырау қаласы Еркін қаладан келіп тұрған Қазиқан Әсеттің иелігіндегі 66 нөмірдегі Бардак атты да қойған екен атағалы. Ұрған екен мадыз. Индер ауданы Өрліктен келіп тұрған талай бәйгелердің алдын бермеген Шонышев Олжастың иелігіндегі 70 нөмірдегі Айғасқаға қолдау көрсетейік. Бардақтың бер жағында қатқан Айғасқаның ар жағында Бардак. Хамитер Ғалиев ауылынан келген Оқырып Нұрболдың иелігіндегі 77 нөмірдегі Зымыран. Әй Зымырандай зулаш. Нәбидолла Береке өзінің ұлы шабатын бапкері Оқырып Нұрбол иесі. Құрманғазы ауданы Ақкөл ауылдан келген Жантұрған Қасымның иелігіндегі 65 нөмірдегі Түйкош Торы. Ал шабандозы Шәкәрім Тәжі бапкері Шанарыс Қайырболат. Бас жүлдесі 1,5 миллион теңге. Екінші орынға 1 миллион теңге. Үшінші орынға 700.000 теңге. Ал атбегілер тақымын қысып отыр. Шын жандарыңызды чүбірекке түйіп, бұлау үстіндегі чабандоздарға да дұғада болып отырайық, құрметті ағайын. Бұл аламан топтың алды болатын аттарға құйқылап отырайық, соңы болып қалған аттарға сәттілік тілеп отырайық. Ал кетті бәйге. Ал кетті, 10 ат кетті ағайын аламанға, 65. Шықыр жігіттер. Сәттілік тілеп отырайық шағайын, қошеметтер, сәттілік тілеп отырайық. 21 шақырым. 7 айналым. Бірге кетті, бірге. Ал әдеміні дегенше Аламанның
Birinchi guruhda аяқталуға жақындады қадірлі ағайын, қадірлі қонақтар. Ал қиқу салып отырайық, мынау енді музыканы қатты жібермеңдер, ат үркет деп шабандоздар қазір ескертіп кетіп жатыр. Ал бірді аяқтап екіге кетеді. Сіздердің айқайларың керек, қадірлі ағайын, сіздердің шабыттарың керек, қошеметтерің керек. Қане, кім келе жатыр екен? Ал барлы айқай! Әзірге тіпе аттардың басын тартып келе жатыр, жігіттер де кішкене. Міне бәрекелді. 20, 65, 71, 59, 66. Бірінші мәріден өткен 65 Құрманғазыдан келіп отыр. Құрманғазы ауданынан, Ақкөл елді мекенінен Жантұрған Қасымның аты. Бар, мүмкіндік бар жігіттер, әлі мүмкіндік бар, әлі алдарыңызда 6 айдалым бар. Одан сұлу озат салыстырсын, жүйрік озат жартырса деп деген айтылмаған. Жігіттер мүмкіндікті артып отырыңыздар. Бапкер мен шабандоздың арасында байланысын мынандай жерде жіберіп отыр. Ал аламанның аттары келе жатыр ағайын. Ал екіні аяқтап үшке келеді қадірлі ағайын. Екіні аяқтап, шабандоздар, екіні аяқтап үшке өттіңдер, үшке. 7 айналым екіні аяқтап үшке өттіңдер. Тіпе, пока 65 әзірге 71 мен. 59-69. Ал бір әт шықпады деген хабар келіп жатыр қазір. Екіні аяқтап үшке өттің балам, екіні аяқтап үшке өттің. Әлі 4 айналымың бар. Аттың сыры үстіндегі шабандозға мәлім. Бұл кісілер тізгінді тартып келе жатыр. Үшке өттіңдер, жігіттер, үшке өттіңдер. Екіні аяқтап үшке өттіңдер. Төрешілер жоспарма келе жатқан төрешілер. Үшті аяқтап төртке кете ме? Төрешілер хабарын беріп отырмда, шатасып кетіп отырмыз жерден. Үшті аяқтап төртке кетеді ағайын, қадірлі ағайын. Ал қошеметтеп қиқы болайық. Төртке келе жатыр, қадірлі ағайын. Үшті аяқтап төртке кетесіңдер жігіттер. Алпыс бес пен 71. Үшті аяқтап төртке кеттіңдер жігіттер. 60 қазір. 69. Үшінші айдалым төртке кетті. Бірінші 65 нөмірлі Құрманғазы ауданынан келген қонақтарымыз әзірге алдын бастап бара жатыр. Екінші өткен мәреден нөмірі 71-ші ат.
Индер ауданынан келіп отқан Айқас қаттатымыз нөмір 69-шы Исатай аудан Нарыннан келіп отырған. Әзірге тек 3 атты айтып отырмыз, 3 атты. Бәріден өткен. 4:59 кетті. Мынау 4-ке кет, 3-ті аяқтап 4-ке кетіп бара жатқандар. Қошемет білдірейік, қиқулап отырайық ағайын. Қандай да 60, 64, 60 және 78. Төртке кеттіңдер. Көкбөрі 64. Бекбол Үтенов тағат екен. 77-ге бір қошеметтеп қол соғып қояйық. Бүгін бұйырмаса 80 жылдықта бұйырмаса 85 жылдықта бұйырық болар. 5-ке кетеді, 4 аяқта 5-ке жігіттер. Ал қонақтар қиқулай, қошеметтейік. Сіздердің шапалақтарыңыз керек. Әдейі мына музыканы жайлатып қойып отырмыз, атыр көттеп. Жігіттер 4-ті аяқтап 4-ті аяқтап 5-ке кеттіңдер. 65, 70 жаңағы. Бес, 70, 69. Жаңада айтып кетіп едік, қадірлі ағайын, қадірлі қонақтар, жалпы Құрманғазы ауданының халқының атқа деген көңілі ерекше. Жауын асының аты әзірге 5-ші айналымға дейін мәрені бірінші кесті. Ал мына бәйгеге қосқандар. Қошеметтек шағайын, қошеметтек, тамаша 64, 4-ті аяқтап 5-ке кеттің, 4-ті аяқтап. Ай, жігіттің мүмкіндігің бар, әлі мүмкіндік бар. Жетпіс 8 қоя. Ал 5-ті аяқтап 6-ға кеттің. Ал 5-ті аяқтап 6-ға кетеді. 5-ті аяқтап 6-ға кетеді. Ал бір қиқу бар ма, қошемет бар ма, қадірлі ағайын? Ой, міне сіздің. Тфа деп қояқ. Міне үзеңгі қағыстырып. Екеуі қадыр өтті. 71-лік қонақтарымыз. 69 келе жатыр. Жалығы бар айқайға. Делебесі қозып тұратын аттар болады. Міне. Ей! Шап жігітім, шап. Мүмкіндігің бар. 6-ға кеттің, 6-ға. Ал ағай, міне соңғы айналымға келеді, соңғы айналымға. Бас бәйге кімге бұйыратын анықталатын болады, қадірлі ағайын. Соңғы айналым. 65 пен 71. Жаңада дәл ойдысында 5-тен 6-ға еткенде қатар. Бұл соңғы айналымға кететін бәт бүрешілер. Соңғы айналымға. Ал соңғы айналымға кетеді, бір қошеметтіп қойып. 69 соңғы айналымға кетеді, соңғы айналым.
Al қошемет білдірейік ағай, мүмкіндік бар. Шансың бар деп айтады бұндайда, шансың бар. Алпыстан соңғы айналымға кетті, мүмкіндігің бар әлде де. Соңғы айналымға кетті, мүмкіндігің бар. Ал заңда соңғы бәйгеге мәреге жақындап қалды ағайын. Тұяғы жерге ұрылып, құлағы терге шомылып, жел жетпейтін жүйріктер келе жатыр бұрылып, қалмас екен ағыдай тұлпарлар тұяқтан сүрініп, үстіндегі шабандоз қалмас екен жығылып, ал ендеше қиқу сол, мәрежеге бас бәйге, 65-ке тұр бұйрық. Жантұрғанды Құрманғазы ауданы. Әрине, шабандоздың еңбегі Шәкәрім шабандоз, Шәкәрім бабамызды бір құттықтап қояйық ағайын. Ал енді екіні көрейік, екіні. Музыканы қояйық. Ал жолдан шығақ, жігіттер жолдан шығақ, үркітпей ғана, атты үркітпейші жігіттер. Осы заңды келе жатыр, қоя қарап отырсыздар. Ал заңды келе жатыр, екінші орын. Миллион бұйрық жатыр, миллион, Алла қаласа. Номері 71. İnder. Şoğuşup Olcaz. Атақты Әбине Тұлпардың сіңлісі дейді, бір қошеметтей шағайын. Ай, байтан шауып бәйге алмас дегенмен бәйгені алып жатырмыз, ие болып жатырмыз ағайын. Халықтың айқай шуын жақсы көреді. Халықтың қошеметін жақсы көреді. Қайтсын, артына да қарақ қояды, менің артымда ештеңе көрінбейді ғой, менікі қой деп тұрады, қайтсын. 700 мың теңге ақша, 3-ші орынға. Ал 69. Нарын ауылынан келіп отырған. Исатай ауданы. Нарын ай бір қошеметте, қошемет, фәт. Үштің өзі күш деп атыр, рахмет. Тайға да, құнанға да, топпайға да, аламанға да бір шабандоз қосылды жаңа. Сол шабандозға мыңда бір рахмет етейік. Ал осымен қадірлі ағайын, аламан бәйге аяқталды, марапаттау рәсімі болады қазір. Қадірлі ағай, мереке құтты болсын. Соңғы марапатқа да кезек келді. Осы бүгінгі ат бәйгесінің ең тартысты болған бәйге түрі аламан бәйге. Оңай болса, аудандық соттың төрағасы Мирлан Рахметолла ұлын сахна аламанды марапаттауға және аудандық қоғамдық кеңес төрағасы, аудан әкімі осы бүгінгі бәйгені ұйымдастырушы Muhsin Бекежан'ın sahne törenine Atırau Облысы Бәйге Федерациясы ұйымдастыруымен өткен ат бәйгесінде аламан бәйгеде жүлделі 3-ші орынды жеңіп алған адал атыменен Нәбидоллаев Елжас Исатай ауданы шабандозына тартылады. Біріңіз кубок, біріңіз медаль, біріңіз сертификат алып жетеміз. 3 жүлделі орынға да жерлестерімізге қошемет болсын. Нәбидоллаев Елжас шабандоз. Және 700 мың теңге байрағы. Екінші болып, мәнесі заңсызған айғасқа аты. Иесі Шонсып Олжас. Индер ауданы Өрлік ауылы. Аламан бәйгенің екінші орын иегері Шонсып Олжас. Индер ауданы Өрлік ауылынан келіп, 3-ші орын иегері сахнада қаламыз. Қошемет болсын. Тұлы Индер ауданынан келіп, ат қосып аламан бәйгеде 2-ші орынды иеленіп отыр. Ұлы жеңістің 80 жылдығына орай ұйымдастырылған ат бәйгесінің басты ұйымдастырушы Исатай ауданы әкімдігі. Олай болса, аламан бәйгеде 1-ші орында жеңіп алған Пикоштың аты
esa Şan Tolgan Kasım Koşemet Bozagayın 10 canım sertifikat karşılay akşası var және Ağız Besişelerinin 10 boyu ozып gelip bарлық бәсекелестен артта қалды. Міне сіздің бірінші орынды сізген Шаман Бозагайға аудан әкімі өз қолымен кубок және сертификат тапсырды. 1 миллион жарым қаржылай сыйлығы Kurbangazi audаны қонақтарымыз міне барлық бәйгесіне қатысып жеңімпаздар аталып жатыр. Күні құдалатшыларымызды және осы аламан бәйгеде аламан бәйгеде 4-ші орын алған Өтен Бекбол шақырамыз және демеушілердің атынан ол аттың ішінде 4-ші орын берген Өтен Бекболға бір қой және Ерғали Шаруа ауданына бір қой арналған болатын және федерация атынан 20 мың теңге Өтен Бекболға тапсырылды.